Ассалаумағалейкум баршаңызға, сіздермен бірге мен Нұрбол Қалымбек. Бүгін YouTube арнамызда өте ерекше видео, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Біз эксперимент жасап көрдік, қалай 2 күнде 1 миллион теңге таптық. Сонымен сіздермен бөлісіміз келіп отыр. Сделка жасалу барысымен бөлісеміз, қандай сделкалар жасадық, қалай жасадық, қай жерден точка входа болды, және де біз сол тапқан табысымызды қалай шығардық, сонымен толығымен бөлісетін боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыз. Так, енді бүгінгі жасаған ақшамызды шығарып алайық. Мінекей бізде $1000 салынған, плюс $200 бізде бонус беріледі брокерден, жаңағы депозитімізге де. Ол бонусты қалай алу керек, тіркелу үшін қандай бонустар алсақ болады деген сияқты. Олардың барлығын біз мінекей мына видеоларда айтқан болатынбыз, иә. Плейлисттан ішінде практикалық сабақ деген тауып алсаңыздар болады, немесе каналдың ішінен мына тақырыптағы сабақтарды қарасаңыздар болады. Трейдинг бірінші сабақ, екінші сабақ, үшінші сабақ. Осы сабақтардан брокерский счет ашып, қалай бонус алу керек туралы толығымен айтылған, счет ашу, ақша салу деген сияқты да. Так, енді бізде бүгін мінекей осындай сделкалар болды. Енді өте көп мүмкіншіліктер болды. Кішкене бұл YouTube'қа шығарылып жатқан бір жауапкершілік бар нәрсе болғандықтан кішкене рисковать ету, жауапкершілік алу жағынан кішкене қиындау болды. Сол себепті де алысқа өте қатты рисктер ұстауға да қатты рисковать еткен жоқпын. Мінекей біздің салынған депозитіміз $1000 и мінекей таза жасаған прибыліміз $306.87 деп тұр. И сонымен бүгін дәл қазір бұйыртса осы $307 шығарып алатын боламын. Ол үшін мінекей біздің неге өтсек болады? Брокерімізға өтеміз. Яғни бұл брокер бөлек, жаңағы MetaTrader деген біздің платформамыз бөлек. Оны қалай қосу керек, қалай жасау керек, дәл солай бізде мына сабақтардың барлығында айтылған. Яғни брокерге біз ақша салып жауап жасайтын болсақ, сделкалардың барлығын MetaTraderмен көмегімен жасайтын боламыз, иә. Так, мінекей біздің $307.27 шығарып алайық. Ол үшін мінекей пополнить счетты басайық. Пополнить счетқа басып, сол жерден ауыстырсақ болады. Мінекей вывод средстваны басамыз. Вывод средстваны басып, мына жерден банк картасын таңдаймыз. Мына жерде мінекей бізде таңдалған бұрын ақша салынған картаның автоматически шығып тұрады. Так, бізде 307-де қанша еді? 307.21. $307.21 шығарып алайық. Тан басайық. Запросить дейміз. Так, операция выполнена успешно дейді. Готованы басайық. Бізге мына жерден Каспийдан уведомление келу керек та, ақша түскен кезде. Мінекей счетымызда $1000 қалды. Каспийға мінекей $307.21 келіп түсті. Дәл қазір тағы бір сделка көріп отырмын. Мінекей пока әдемі кетіп жатыр. Қазір мына жерге барса плюс $500 жабамыз. Так, чуть-чуть қалдық. Так, мына жақта кедергілер бар бізде негізі, ары қарай жібермейтін. Так, 344 біз ба? Так, әнсе шыдап күтейік. Мінекей. Так, ладно. Негізі өте жақсы көрсеткіш. Жауап берейікші. Все, жаптық. $437. $437 жаптық. Негізіше дәл қазір шығарып алсақ та болатын сияқты. Қазір отырып, онда шығарып алайық. Так, мінекей счетымызға ақшаны шығарып алайық. Тағы да. Так, және жауап тастағанымыз дұрыс болған, иә. Мінекей қайдан көтеріліп кетіп жатыр. Так, вывод средств. Так, банкты таңдайық. Так, бізде $437.25. $437.25. Кеттік. Запрос жіберейік. Так, кеттік. Готово. Мына жерде де аз қалды. Мына жақтан күтейік енді. Уведомление. Мінекей. Түсті. $437.25. Так, $408.470 теңге. Ассалаумағалейкум. Шаш деген өсіп кеткен. Шашты алу керек. Так, пока осындай сделкада отырмын. Прямо астыдан ұстап алдым. Істеп жұмысқа, офисімізға баратырмыз. Пакетте толған ақша салып барып банкоматқа салуға бараштым. Пока осы сделка барса, мына жерге плюс 400-бен жабылайын деп тұр. Бұйыртса осылай. Істеп бүгін мүмкінді 400-бен аяқтасақ та жеткілікті. Сонымен шығарып аламыз, бұйыртса. Сәттілік. Баршаларыңызға.
жаңағы сделкамыз неки тейк профитпен жабылған екен. Неки көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде көк стрелка ашылған жері, қызыл стрелка жабылған жері ровно жабыла сап астаға кеткен екен, иә. Так, неки историямызда неки бізде кеше $744 шығарған екенбіз. Сонымен бүгінгі міне жапқанымыз $406 жаптық. Енді дәл қазір осыны шығарып алатын боламыз. Неки ровно жабылғанда 406. Негізі 400-ге қойғам, үстінен кетіп ровно жауап бермеген. То есть 406 мен жабылғанда. Енді дәл қазір осы сумманы шығарып алатын боламыз. Так, вывод. Так, бізде қанша? 406-да 64. 406-да 64. Так, кеттік. Понятно. Так. Не, счетымызда $1000 қалды. Так. Қазір офистамыз. Офиста отырмын. Біздің жаңа офисіміз. Так. Қазір уже Каспиға түсу керек. Күтейік уведомление. Неки жаңағы Take Profit'тен келген уведомление. Take Profit деп келеді. Енді Каспиға түскенін күтеміз. Негізі тез түседі, 1-2 минут ішінде. Сонымен қазір түскен кезде сразу мінекей түсті. Ровно мінекей 206.321 теңге есептеген кезде бүгінгі табысымыз осындай болды. Так, в общем, бүгінгі күнде қырғын саудамен аяқтадық. Неки бізде бағана әртүрлі сделкалар жасалынған. Осының алдында не істеп көрсетті, мен $300 жасап шығарып алдық, иә. Енді бүгін, то есть мен жанарақта кердан $502 ұстадым. Неки мына жерде негізі лонгқа ұсталған. Мына жердегі көріп тұрсаңыздар, лонгқа ұсталған. Бірақ та без утыкпен жабылып қалды. Без утыкқа қойып қойған, без утыкпен жабылып қалды. Әйтпесе мына жерден нормально ұстауға болатын еді. Сөйтіп мына жерден тоже шорт ұстағам, олында без утыкпен жабылды. Потом мына жерде қайтадан шортқа кірдім, сонымен мына жерде жабылды. Ол плюс мінекей $502-де $61 жабылды. Сонымен, в общем, дәл қазір бұны біз шығарып алатын боламыз. Так, ол үшін біз мына жерден өзіміздің брокерский счетымызға кіреміз. Как всегда, пополнить счетты басамыз. И соның ішінен жаңағы вывод средстваға ауыстырамыз. Так, бізде банк картасы. Банк картасына, так, бізде неше доллар үстінен? 524-те 27. 524-те 27. Запросить. Так, кетті. Енді неке счетымызда $1000 қалды ровно. Неке мына жерде вывод кеткен. Так, енді түскенін күтеміз. Так, общий есептей берсек болды. Бүгін бізде өте жақсы нәтиже, Аллаға шүкір. 502-де 61. Так, 502-де 61. Одан кейін, так, 524-те 27 шығардық. Одан кейін 300-де 21. Сосын 406-да 64. Бүгін сонда есептеп көрсек болады екен. 524. 524-те 27. Плюс, так, 300-де 21. Плюс, мына жерде 400. 406-да 4. Так, $1230 жасадық. Неки $524-те 27 оламызды ровно $266.04 теңге. Мен алдын ала Каспи Голдтағы ақшаны аударып қойдым депозитке, чтобы сразу бізге теңгемен қаншаға түсуін көрсету үшін. Так, неки түсті. Так, 1230 примерно есептейік. Қазір бізде доллар 510 мен. Сонда бүгінгі біздің тапқан табысымыз 627.748 дейді. Өте шүкір Алла дейтін табыс таптық бүгін. Так, кеше біз қандай таптық? 107 мен 400 шығарды.
Все, болдық осымен. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай біз 2 күннің ішінде таза 1 миллион теңге жасадық. Яғни бүкіл сделкалармен сіздерге бөлістік, және де сол сделкаларды көздеріңізше жауып, ақша шығарып, нәтижесімен бөлістік. Енді видео ұнаған болса, видеоға лайк басыңыздар, комментарийға өздеріңіздің ойларыңызды немесе сұрақтарыңызды жазсаңыздар болады, және де каналға жазылуды ұмытпаңыздар.